Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгінгі біздің пәніміз бейнелеу өнері негіздері және оқыту әдістемесі. Тақырыбы әртүрлі жастағы топтарда сурет салуға үйрету әдістемесі. Пән оқытушысы мен Болатбек Қаламқас Болатбекқызы. Бүгін сіздерді мен көңіл-күйлеріңізді көтеріңкі болуға және өз-өздеріңізге құрметпен қарауға, сонымен қатар бір-біріңізбен сыйластық қарым-қатынаста болуға шақырамын. Тапсырманы мұқият орындап, уақытында салуға шақырамын. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын құнды қасиеттерді жинау жаттығуынан бастап алсақ, мен сіздерді жақсы көремін. Себебі сіздер белсенді әрі білімді студентсіздер. Сөйлемді жалғастырыңыздар. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын сіздерге ең бірінші сәлемдесу жаттығумен бастағым келеді. Бұны біз практикалық әдістерде қолдануға ыңғайлы. Назарларыңыз экранда болсын. Сәлем, сәлем, шапалақ соғайық. Сәлем, сәлем, шапалақ соғайық. Көкке керіліп, аяқты ұстайық. Айналып тұрайық, сәлем жолдайық. Сәлем, сәлем, аяқпен таптайық. Сәлем, сәлем, аяқпен таптайық. Көкке керіліп, аяқты ұстайық. Айналып тұрайық, сәлем жолдайық. Жақсы, барлығын қайталап алсақ, ары қарай сайтымызға назар саламыз. Бейнелеу қызметі ерте жас тобынан бастап мектепке дейінгі ұйымның педагогикалық процесіне енгізіледі. Оны басшылыққа ала отырып, балалардың бейнелеу қызметін табысты меңгеруі және олардың шығармашылығын дамыту барлық жас топтарына ортақ жағдайлар туралы есте сақтау маңызды. Бұл жерде ең бірінші бейнелеу қызметінің маңызы сенсорлық үдерістерді қалыптастыру, сенсорлық тәжірибені байыту, олар бейнелейтін заттар, объектілер мен құбылыстар туралы түсініктерді нақтылау және кеңейту. Балаларға жеке ерекшеліктердің, олардың қалауы мен қызығушылықтарын есепке алу, балабақша үй-жайларын безендіруге түрлі көрмелер ұйымдастыруда, сондай-ақ балалар мен ересектерге сыйлықтар үшін балалар жұмыстарын пайдалану қажет. Олардың суреттері ересектердің қызығушылығын тудыратын, балабақшаның безендіруге болатын, оларға қажет екенін мектепке дейінгі балаларға сезіне білу қажет. Балалар жұмыстары тақырыптарының, сабақтарды ұйымдастыру нысандары мен көркем материалдардың алуан түрлілігімен сәйкес келеді. Топта бейнелеу өнері сабақтарында және еркін қызметте шығармашылық тілектестік жағдай жасау керек. Балалардың шығармашылығын құрметтей білу қажет. Сурет салуға арналған мазмұнды іріктеу кезінде ұлттық және аймақтық ерекшеліктерді есепке алу қажет. Қазір алдарыңызға осы сурет салудың бізде 4 түрлі кезеңдері кезектестіріліп отырады. Бірінші заттық сурет салу, белгілі бір заттың нақты бейнесін беру, мазмұнды сурет салу, бейнелеу өнеріндегі белгілі бір оқиғаның мазмұнын нақты бейнелеу және сәндік сурет салу. Ол геометриялық фигуралардың және ою-өрнектердің үйлесімді қайталанып, сонымен қатар әрбір элементтерін салу болып табылады. Өз бетінше сурет салу, ойдың үйлесімді, топтастырулы, елестету, сонымен қатар оларды бейнелер арқылы жасай білу. Кіші топ бойынша енді қазір әр жас ерекшеліктеріне сай тоқталатын боламыз. Кіші топ бойынша бұл жастағы балалар үшін бейнелеу қызметінің ең қолжетімді түрі ол сурет салу. Міндеттері балалардың бейнелеу әрекетіне деген қызығушылығын ояту, балалардың көркемдік қабылдауларын дамыту, сурет салу техникасын жетілдіру, түзу, көлденең, тік, толқын тәрізді, тұйықталған дөңгелек сызықтарды жүргізуді, осы әрекеттерді ырғақты қайталауды үйрету. Мысалға, жаңбыр, қар, жол, түтін деген секілді парақ бетінде бейнені орналастыру қажет. Балалардың ашық түсті бояуларға деген эмоционалды эстетикалық қатынастарына тәрбиелеу қажет.
Енді бұл ең бірінші кіші топ балаларына бізде карандашпен сурет салуды меңгергеннен кейін балалар бояулармен қылқаламды беруге болады. Ең алдымен бірақ карандашпен сурет салып бастайды. Ол үшін педагог гуаш, бояуды қою етіп алып, дайындап алып, қылқаламның ұшын ғана бояуға малып, ыдыстың шетіне сүйкеу арқылы азайтып, қағазға жағу тәсілдерін көрсетеді. Яғни әр құрал жабдықтарды қалай пайдалану керектігін міндетті түрде осы кіші топ балаларынан бастау керек. Сурет салуды табысты меңгеру үшін бейнелеу қызметінің сенсорлық негіздерін дамыту маңызды. Түрлі формадағы заттарды қабылдау, көру, сезу, кинестезиялық түстерді қарама-қарсы 3-4 түспен бастап қызыл, көк, жасыл, қара және біртіндеп басқа да 6-8 түстер қосыла бастайды. Педагог алдын ала қиып дайындалған қошақандар, құстар тәрізді трафареттер үйлестірмелі суреттерді таратып береді. Балалар шөп, шумақталған жіп, шоқып жейтін дәндер салуды ұсынады. Үлгіге қарап қағаздың сәл жағынан, сол жағынан, жоғарыдан бастап ортасынан бір нүктені белгілеп, қолды үзбей дөңгелетіп, жіп орамалын салу қажет. Міне алдарыңызға қылқаламмен төменнен жоғары қарай сүйке жағу арқылы шөптің суретін салу әдістемесі бойынша көрсетілген. Құстарға нүктелер арқылы жем салу. Енді бұл кіші топта фломастерді немесе таяқшаны пайдаланып, қағаз бетіне құстарға жем, нүктелер салып үйрену. Болашақ маманның басты міндеттерінің бірі осы балаларды қарандаш, қылқалам, фломастерді дұрыстауға үйрету, үш саусақпен ұшына немесе түктеріне өте жақын емес, оларды саусақпен қатты қыспай ұстау қажет. Балаларға осындай әдістерін үйрету қажет. Сол кезде балалар тез бейімделетін болады. Қазір алдарыңызға түстерді тануға байланысты видеоролик ұсынамын. Қызыл түсті көрдім, қызыл. Қызыл түсті көрдім, қызыл, қызыл, қызыл түсті көрдім. Қызыл заттарды тап. Көк. Мен көк түсті көрдім, көк. Мен көк түсті көрдім, көк, 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 көк. Мен көк түсті көрдім. Көк заттарды тап. Қоңыр. Қоңыр түсті көрдім, қоңыр. Қоңыр түсті көрдім, қоңыр, қоңыр, қоңыр түсті көрдім. Қоңыр заттарды тап. Видеолар арқылы, бейне лекциялар арқылы балаларға түстерді тануға үйрету қажет. Яғни балаларға бұндай қызықты мультфильмдер арқылы түстерді тез тануға дағдыланады. Енді назарларыңызға бұны ұсынып болдым. Қазір енді ортаңғы топ бойынша қарастыратын боламыз. Бұл жаста таңдай білу дағдысын, өзіне берілген немесе өзі ойлап тапқан бейнені жасау, алған нәтижені бағалау, оған қуану қабілеттерін қалыптастыру қажет. Заттарды қабылдау барысында балаларды олардың пішіні, дөңгелек, үшбұрыш түсін білуге және атауға итермелейді. Кем дегенде олар 5-6 түсті ажыратуға және атай білуге үйренеді. Бұл жаста жалпы тәрбиешінің басшылығымен балалар сызықты сипаттағы заттарды, түрлі түсті таяқшалар, жіптер, алашалар, жолақтар, сызықтар үйлесіммен тұратын, сондай-ақ дөңгелек, тікбұрыш, үшбұрыш пішінді заттарды бейнелеу әрекеттерін меңгереді. Міне мысалға бауырсақтың жолын салу, шарға жіп байла деген секілді осындай элементтермен бастауға болады.
Бұл жаста балалардың бір бөлігі немесе бірнеше бөлігі бар заттарды салуға үйретеді. Балалар бейнелеуге ұсынылған заттар әртүрлі болуы мүмкін. Олар жалпы тәрбиеші ұсынады. Балалар өз қалауы бойынша таңдай алады. Бұл олардың қызығушылығын, сурет салуға деген ниетін арттырады. Сурет салуға ертегі бейнелерін қосу, ойын ынталандыру, мотивтерін жасау қызығушылықтарын күшейтеді. Ұйымдастырылған оқу қызметінде сурет салу әдістерін есте сақтау және одан кейін еркін әрі сенімді әрекет ету үшін балалардың бірнеше бейнелерді жасауға ынталандыру керек. Бір және әртүрлі заттарды бірнеше бейнелеу нәтижесінде балалардың қолы неғұрлым шебер, сенімді әрі еркін болады. Яғни бұл неғұрлым күрделі бейнелер жасауға мүмкіндік береді. Сондықтан балаларға бірнеше қайталау жұмыстарын жүргізу қажет. Іс-әрекетті табысты меңгеру саусақтардың ұсақ бұлшықеттері дамымай жасау мүмкін емес. Ересек топ бойынша бұлар 5-6 жастағы балаларда эстетикалық қабылдауды, эстетикалық бейнелі көріністі, қиялды, көркемдік шығармашылық қабілеттікті заттарды қарай білуі, сонымен қатар пішін, түс, барлығының шамасын атай білуді дамыту керек. Бір сабақта емес, жалпы бір оқу қызметінде емес, бір ғана бірдей пішінді бірнеше нысанды салуды ұсынуды маңызды болып табылады. Суретті бояулармен, қарындашпен ұқыпты бояу тәсілдерін көрсету керек. Ол үшін балалар суреттерін ғана емес, сонымен қатар міндеттерін қоятын арнайы альбомдарды қолдануға болады. Суретті аяқтау, бояу немесе өзі бірдеңе салу деген секілді. Әдемі бояуды үйрену үшін карандаш пен қылқалам қозғалысы ретсіз болуы мүмкін еместігін, сызықтарды бір бағытта жоғарыдан төмен қарай, солдан оңға немесе қисық бағытта жүргізу керектігін бала түсіну қажет. Яғни әр сурет салу барысында балалар жоғарыдан төмен қарай, я болмаса солдан оңға қарай, болмаса қисық бағытта жүргізіп сурет салу керек. Балалардың өз еркіне сурет салудың басында үйрету үшін ең бірінші осы қасиеттерді дамытып алуымыз қажет. Енді мектепалды даярлық тобына келетін болсақ, 5-6 жастағы балалардың бейнелеу қызметі саналы және сенімді сипатқа ие болады. Оларды осы әрекетке қызығушылық қалыптаса бастайды. Заттар мен құбылыстарды қабылдау процесінде балалардың назарын заттар жазықтықта әртүрлі орналаса алатынын, сонымен қатар жағдайын өзгерте алатынына назар аудару керек. Ересек адам баланы барлық қабылданатын қимылдарды, оның ішінде қозғалыстарды нақтылауға, заттың кеңістіктегі бөліктерінің жағдайын назар аударуға үйрету керек. Бұл жерде енді мектепалды даярлық топтың балалары бұлар көріністі, көркемдік шығармаларды салуға үйрету қажет. Өйткені ересек топта балалардың назарын сурет жасайтын қағаз парағының орналасуы, бейнеленетін заттың пропорциясына сәйкес келуі тиіс. Егер зат биік болса, қағаз парағын тігінен орналастырған дұрыс, ал егер ол ұзыннан созылса, онда парақты көлденеңнен орналастыру керек. Тек сонда ғана сурет әдемі көрінеді. Суретті парақта орналастыра отырып, балалар қарапайым композициялық іскерліктерді меңгереді. Олар бейнелерді бір жазықтықта орналастыра алмайды, бірақ бәрін алдын ала жобалап алғаны дұрыс. Суретті қағаздың барлық бетіне 2-3 жоспарға орналастыра алу қиынырақ. Мектепалды даярлық тобының балалары бейнелерді жасау кезінде қылқаламмен сурет салудың бұрын үйренген әртүрлі іскерліктерін пайдаланады. Қалың сызықтар, барлық қылқаламмен, жіңішке сызықтар, қылқаламның қылының ұшымен, жағу, қылқаламның барлық қылымен бояу. Мұндай әдістерді пәндік және сәндік сурет түрінде қолдануға болады. Балаларда сурет салудың мынадай қозғалыстарын құйма, яғни сызықтарды салу кезінде үздіксіз қозғалыс, содан кейін оларда бір қалыпты алынады. Ырғақтық сияқты түрлі қасиеттерін қалыптастыру маңызды. Енді құрметті біздің білім алушылар, белсенді, білімді білім алушылар, енді сіздерге үй тапсырмасын назарларыңызға ұсынамын. Осы үй тапсырмасының барлық түсініп орындауға шақырамын. Және сіздерге сонымен қатар қолданылатын әдеттер мен цифрлық білім беру ресурстарын қалдырдым және беттерін жаздым. Осы бойынша үй тапсырмасын орындап шығуға шақырамын. Назарларыңызға рахмет, қош, сау болыңыздар.